Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Заңғарағай. Бүгінгі видеомызда математика 6 сынып 3-ші тоқсандағы 1-ші БЖБ-ның сұрақтарын талқылайтын боламыз. Бұл 1-ші нұсқа, 2-ші нұсқа шықсын десеңіздер, мына шарттарды орындаңыздар. Каналға жазылып, қоңыраушаны қосып, пікір қалдырып, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер, оларда БЖБ-ға жақсылап түсініп дайындалсын. Мына жерде подписаться кнопкасын басқаннан кейін каналда мына қоңыраушаны басып, все дегенді таңдап қойыңыздар. Сонда келесі видеоларды өткізіп алмайтын боласыздар. Алда уақытта БЖБ 2, 3, сосын кейін ТЖБ видеолары шығатын болады. Сонымен қатар менің өзімнің онлайн платформам бар екенін ұмытпаңыздар. Платформада барлық тақырыптардың түсіндіру видеолары бар, сілтеме астында. Мінекей сұрақтар тізімі 4 сұрақ. Бұл БЖБ нөмірі 1 бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу бөліміне байланысты, сондықтан барлығы теңдеу шешуге байланысты. Бірінші сұрақ теңдеу, екінші сұрақ теңдеу шешу, үшіншісі модуль теңдеу шешу, төртіншісінде мынау берілген мәселе есепті теңдеу құру арқылы шығаратын боламыз. Сонымен лайк басқандарыңызды бір тексеріп қойыңыздар. Бастайық. Нөмірі 1-ші сұрақ, b-ның қандай мәнінде 3x плюс 78 тең 9 және 2x плюс 5b тең минус 11 теңдеулері мәндес болады дейді. Яғни b-ның орнына қандай мәнді санды қойған кезде мына екі теңдеу мәндес болады. Мәндес деген не мағынаны білдіреді? Мәндес деген теңдеудің шешімдері бірдей. Яғни мына теңдеудің де x-тің мәні, мына теңдеудегі де x-тің мәні екеуі бір-біріне тең болуы тиіс. Түсіндірсіздер ме? Соларды мәндес дейміз. Енді b деген санның орнына қандай санды қойсақ мәндес болады деп сұрап жатыр. Түсінесіздер ме? Яғни біз қазір бірінші теңдеудегі x-ті тауып көреміз. Бірінші теңдеуді жазамыз. 3x қосылған 78 тең болады 9. 3x мына плюс 78 теңдіктің оң жағына минус 78 болып келеді, иә? И 9-дан 78-ді азайтамыз. Сонда 3x 78-ден 9-ды азайтамыз. Болады бізде 69, иә? И минустан басын қойып қоямыз. Сонда x тең болады, көбейтілген 3 бөлу болып келеді. 69-ды 3-ке бөлетін болсақ 23. Сонда минус 23 болып тұр. X-тің мәні минус 23. Енді мына екінші теңдеуіміздегі де x-тің мәні минус 23 болу керек қой. Сонда ғана мәндес болады ғой. Сонда екінші теңдеудегі x-тің орнына осы минус 23 мәнін қоямыз бар. 2 көбейтілген минус 23 енді плюс 5b болып тұрғандықтан міне осы b-ның мәнін табуымыз керек. 2 көбейтілген минус 23 минус 46 қосылған 5b тең болады минус 11. 5b минус 46 бері қарай плюс 46 болып өтеді. Азайтылған 11. Сонда 5b тең болады. 46-дан 11-ді азайтатын болсақ 35. b тең 35-ті 5-ке бөлетін болсақ 7. Яғни b-ның 7 болғандағы мәнінде мына екі теңдеу шешімдер бірдей, яғни мәндес болады. Екі теңдеудің де шешімі минус 23 болады. Екі теңдеудегі x-тің мәні минус 23, яғни бірдей болады, егерде b-ның орнына 7 деген санды қойсақ. Есептің балалар мағынасы түсінікті ма? Сіздерге де осындай есеп келеді, тек қана b-ның емес a-ның болуы мүмкін. Немесе мына теңдеудегі сандар өзгеше болады. Мінекей, комментария жазыңыздар, түсінікті болды ма, немесе қандай да бір сұрақтарыңыз бар ма? Келесіне өтейік. Нөмірі 2-ші сұрақ. Кәдімгі қарапайым теңдеу шешу. Бұл жерде жай ғана нелері бар, жақшалары бар екен, яғни қараңыздар. Берілген қазір ерінбей көшіріп жазамын. 8x азайтылған минус 3 2x минус 3 тең болады 7x минус 2-ні көбейтіп атырмыз мына 5x қосылған 8 деген жақшаға. Енді бірінші жақшаларды ашуымыз керек. Яғни 8x мынау жай ғана 3 емес, бұл минус 3. Көріп тұрсыздар ма? Бұл минус 3. Сондықтан біз минус 3-ті 2x-қа көбейтеміз қазір. Біз минус 3-ті 2x-қа көбейтеміз. Яғни минус 6x болады. Минус 6x. Сосын кейін минус 3-ті минус 3-ке көбейтеміз. Минус 3-ті минус 3-ке көбейтетін болсақ плюс 9 болады. Тең 7x. Енді мына жерде көріп тұрғанымыз минус 2. Минус 2-ні 5x-ке көбейтетін болсақ минус 10x болады.
минус 2-ні плюс 8-ге көбейтетін болсақ, минус 16 болады. Мінекей, жақшаны ашып болғаннан кейін енді x айнымалысы барларды теңдіктің сол жағына жинаймыз. Міне теңдік белгісі тұр ғой, мінекей теңдік белгісі. Сол жағында бізде 8x минус 6x тұр. 8x-тен 6x азайтатын болсақ, 2x қалады. Иә? Енді мынау 7x-тен минус 12x. Мына жерде есептесек болады, бері қарай әкелсек болады. Яғни минус 10x-ті теңдіктің сол жағына плюс 10x қылып әкелеміз. Сосын плюс 7x-ті, таңбасы жазылмаса ешқандай таңба жоқ болса алдында, ол плюс деген сөз, плюс. Бері қарай минус болып келеді. Минус 7x. Вот. Енді теңдіктің оң жағында бізде минус 16 тұр. Минус 16. Мына плюс 9 минус 9 болып келеді. Сонда 2x-қа 10x-ті қосатын болсақ, бізде 12x болады. 12x-тан 7x азайтатын болсақ, бізде болады 5x. Сонда бізде 5x қалып тұр. Енді минус 16, минус 9 дегеніміз, екеуде минус болса қосамыз. Минус таңбасын қойып болады 25. Демек, x тең болады, көбейтілген 5 бөлу болып барады. Минус 25-ті 5-ке бөлетін болсақ, минус 5 деген жауапты аламыз. Мына кішкене алыс болып кетті. Қара жақындатып қояйын. Мінекей балалар, теңдеуді шештік. Теңдеудің мәні, теңдеудің түбірі десек те болады, x-тің мәні десек те болады, минус 5. Міне балалар, екінші есепті осылай орындайсыздар. Мына жақшаны ашқан кезде таңбаны ұмытып кетпеңіздер минус екендігін. Болды. Түсінікті болса комментарийға жазайық. Келесіне өтейік. Үшінші сұрақ. Теңдеуді шешіңіздер дейді. Бұл жерде модуль теңдеулер берілген. Яғни біріншісін алатын болсақ, яғни 15x минус 10 модуль тең болады 5. Мінекей, модуль теңдеу берілген. Егерде модульдің сыртында ешқандай сан болмаса, яғни модульдің яқтан қандай да бір 2 немесе 5 деген секілді. Бұл көбейту болып тұрғандарды яқа бөлу қылып жібереміз. Қосу болып тұрса, азайту қылып жібереміз, иә? Ал біздің жағдайда қазір модульдің сыртында таза, ештеңе жоқ. Сондықтан біз модульді алып тастай аламыз. Модульді алып тастаймыз, бірақ та модульді алып тастағанымыз үшін мына 5-тің алдына плюс минус қоямыз. Мінекей. Сондықтан бізде 2 теңдеу пайда болады қазір. Бізде қазір 2 теңдеу болады. Яғни осының плюс болған, сосын минус болған нұсқалары, иә? 15x азайтылған 10, кәдімгі плюс 5 болған жазамыз. Енді 15x минус 10 минус болған жағдайын жазамыз мінекей. 2 теңдеуді бөлек-бөлек шығаратын боламыз. Яғни 15x тең минус 10 плюс 10 болып келеді, 10 қосылған 5 болады. Демек 10-ға 5 қосса 15, мына 15x-ні өзін жазамыз. 15-ке 15-ті бөлетін болсақ 1. Яғни есебіміздің бір жауабы дайын. Екінші жауабына барайық. 15x минус 10 плюс 10 болып барады, 10 азайтылған 5 болады. 10-нан 5 азайтатын болсақ, 5, 15x. X тең болады, 5-ті 15-ке бөлеміз. 5-ті 15-ке бөлген кезде қысқарады, иә? Екеуінде 5-ке бөлетін болсақ, мына жақта 1, мына жақта 3. Демек, x тең болады 3-тен 1. Мінекей есебіміздің 2 жауабы бар. Жауабы дейсіздер дағына, сіздер 3-тен 1, 3-тен 1, және де 1 деген 2 жауапты аласыздар. Және де 1. Модуль теңдеулерде көбінесе 2 жауаптан шығады. Немесе 4 жауаптан шығады кейде. Егерде балалар мына жерде 5 емес, мына жерде жай ғана 0 тұратын болса, онда модульді алып тастағаннан кейін ол плюс минусты қоюдың қажеті жоқ. Жай ғана модульді алып тастап, бір теңдеуді шешесіздер. Яғни бір ғана жауап шығады деген сөз ғой. Түсінесіздер ма? Негізі сан тұрады сіздерде көбінесе. Түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Осыған байланысты енді Б вариантын көрсететін болсам, Б қараңыздаршы, 12 модульдің сыртында 3x минус 5 тең болады минус 20. Енді 12 мен модульдің арасында, жақшаның арасында ешқандай таңба жоқ, қосу азайту деген секілді, значит, ол жерде көбейту бар. Сонда 3x минус 5 модуль әлі тұра беретін, минус 20, бұлай қарай 12 бөлу болып кетті. 4-ке қысқартайық. 12-ні 4-ке бөлетін болса 3, 20-ні 4-ке бөлетін болса 5. Сонда 3x минус 5 тең болады минус 3-тен 5. Енді, егер минус болса қалай жазамыз? Жаңа бізде 5 плюс таңба алсан, оң таңба алсан. Модульді алып тастап, алдына плюс минус қойған болатынбыз, иә?
Мына жерде қалай істейміз? Егер де модуль минус таңбалы санға тең болып тұрса, есептің берілгенде шартында, онда бұның шешімі жоқ дейміз. Бұндай есептің жауабы жоқ. Өйткені модуль дегеніміз бұл бас нүктеге дейінгі арақашықтық, немесе модуль деген жай ғана арақашықтық деп айтсақ болады, ол минус санға ешқашанда тең болмайды. Сондықтан мына есептің шешімі жоқ. Міне осылай, осыны бірінші тексеріп алсаңыздар болады. Минус болып тұр ма, плюс болып тұр ма? Минус болса жауабы жоқ. Егер де балалар мына 12-нің алдында минус болғанда, мына жерде қазір сіздерге көрсетемін, қарап тұрыңыздар. Егер де мына 12-нің алдында минус болғанда, мына жерде, онда біз минус 20-ны минус 12-ге бөлетін едік та, минусты минусқа бөлген кезде плюс шығатын еді. Онда есептің жауабы бар болатын еді. Модульді алып тастап плюс минус қойып шығаратын едік. Ал бізде модуль минус санға тең болып тұрғандықтан жауап жоқ дейміз. Түсініп жатсыздар ма балалар? Комментарийға жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, қандай да бір менің WhatsApp нөмірімді білесіздер. Келесіне өтейік. Төртінші сұрақ. Теңдеу құру арқылы шығарыңыз дейді. Екі пункттен бір-біріне қарама-қарсы бір уақытта екі автобус жолға шықты. Бірінші автобустың жылдамдығы 45 км/сағат, ал екіншісінікі 72 км/сағат. Екеуі кездескенде бірінші автобус екіншіге қарағанда 135 км аз жүрген болса, онда екінші автобус қанша жол жүрді? Теңдеу құру арқылы шығаруымыз керек. Яғни, мына екі автобустың бірге жүрген жолы болсын. Екі автобус екі пункттен шыққан, А пункті болсын. Бізге жай ғана екі пункт деді, сондықтан оған өзіміз білеміз қалай жасақта. А және Б пункті. Былай қарай. Так, екі автобус, бірінші автобус былай қарай, екінші автобус былай қарай. Қайсысы аз деді? Екеуі кездескенде бірінші автобус екінші автобусға қарағанда 135 км аз жүрген дейді. Онда былай қойып қояйық міне. Мына бірінші автобус жүріп мына жерге дейін келген, екінші автобус мына жерге дейін келген мінекей. Міне бірінші автобустың жүрген жолы. Ал мынау екінші автобустың жүрген жолы. Екеуі кездесті деп тұр ғой, мына жерде кездескен. Түсініп тұрсыздар ма? Мынаны өшіре салайын. Болды. Осы жерде кездескен. Екі пункттен шыққандағына. Мінекей, енді бірінші автобустың жылдамдығы 45 км/сағат. Жылдамдық дегенді қандай әріппен белгілейміз балалар? Комментарийға жазайықшы, кім біледі? Жылдамдық дегенді V мен белгілейміз. Бірақ бізде бірінші болғаннан кейін V1 деп қояйын. V1 бізде 45 км/сағат. Ал екіншісінікі 72, оны V2 деп қоямыз. Ол бізде 72 км/сағат. Екеуі кездескенде бірінші автобус кездесті. Бірінші автобус екінші автобусға қарағанда 135 км аз жүрген болса, онда екінші автобус қанша жол жүрді? Міне осы балалар теңдеу құру арқылы шығарыңыздар деді ғой. Қандай сөйлем арқылы теңдеу құрамыз? Көбінесе балалар теңдеу құрамыз аз, көп, есе, аз деген сондай сөздерден, сондай сөйлемдерден құралады. Міне, бірінші автобус екінші автобусға қарағанда 135 км аз жүрген болса, міне. Сондай салыстыру туралы сөз айтып отырған сөйлемдерден біз теңдеу құрамыз. Яғни қайсысы көп жүрген балалар? Мына екінші автобус жүрген жолды, арақашықтықты қандай әріппен белгілейміз балалар? Комментарийға жазайық, тайм-кодты көрсетіп. Міне мына S-пен белгілейміз міне. Мынау екінші автобустың жүрген жолы. Ал мынау бірінші автобустың жүрген жолы қайсысы көп болып тұр? Әрине S2 көп қой. Қаншаға көп? Міне 135 км-ге көп болып тұр. Яғни қазір сіздер S2-ден S1-ді азайтатын болсаңыздар 135 шығады. Міне, өйткені 135-ке аз болып тұр. Мінекей, осы біздің теңдеуіміз құрған. Енді екеуі уақыт туралы айтқан жоқ қой, екі пункт бірге қарсы бір шықты. Бірінші автобустың жылдамдығы 45 км/сағат, екінші 72, екеуі кездескенде осында, онда екінші автобус қанша жол жүрді дейді. Бізге екінші автобус, яғни S2 сұрап жатыр. Жарайды. S2 сұрақ белгі. Біздің есепте сұрап отырған S2-ні. Мінекей. Бізде жылдамдық бар, бізде S2 бар, енді бізге уақытты тауып алу керек болып тұр. Олар қанша уақыт жүргендігін. Түсініп отырсыздар ма? Яғни S-тің формуласын жазайық. S тең балалар, S тең V көбейтілген T. Мына формуланы қолданамыз. Яғни S2 дегеніміз V2 көбейтілген
Т2 болады. S1 дегеніміз V1 көбейтілген Т1 болады. Осы бізде 135 болып тұр, Енді олар бір уақытта шықты ғой, Екі бір-біріне қарамас бір уақытта. Бір уақытта деген сөз не? Екеуінің уақыттары бір деген сөз. Бірдей. Т2, Т1 екеу бір-біріне тең, сондықтан олар X деп қойсақ болады. Т2-ні де X деп қоям, Т1-ді де X деп қоям. Ал V2 бізде 72, V1 бізде 45. Тең болады 135. Көрдіңіздер ме? Кәдімгідей біздің алдымыздан теңдеу шыға келді. 72x-тен азайтамыз 45x-ті. Болады 27x. 27x. Тең болады 135. Сонда x тең болады 135-ті бөлеміз 27-ге. Болады бізде 5. Яғни біз жаңа не алдық? Біз жаңа Т2 және Т1-ді теңдедік және оны x деп белгілеп қойған болатынбыз. Ең соңында x дегеніміз 5 шықты. Яғни 5 сағат жүрген екен ғой мінекей. Екеуі де 5 сағат жүрген. Демек S2-ні таба аламыз. Енді жаңа айттық қой, S дегеніміз V көбейтілген Т. S2 дегеніміз V2 көбейтілген Т2. Табайық. S2 дегеніміз V2 көбейтілген Т2. V2 бізде 72. Т2 ол бізде жаңағы 5, екеуі де 5 сағаттан жүрген. Сонда 72-ні көбейтеміз 5-ке, болады 360. 360 километр. Демек екінші автобус 360 километр жол жүрген дейсіздер. Мына 360. Біз бірінші автобусында жүрген жолын таба аламыз. Кім қазір кішкене жаттыққысы келіп отыр, S1-дің жүрген жолын тауып, осы мәліметтер бойынша, сосын екеуі басында бір-бірінен қандай арақашықтықта болған таба аласыздар ма? Қазір кім жаттыққысы келіп отыр, соны орындап комментария жазсаңыздар болады. Кімнің қолы бос, кішкене есеп шығарғысы келетін болса. Өйткені біз болсақ аяқтадық. Бұл бізде 4-ші сұрақ болатын. 4 сұрақтың бәрін біртіндеп талқылап көрсеттім. Сондықтан каналға жазылып, қоңыраушаны қосып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Дәл қазір видеоны кім көріп отыр? Ағай, мен видеоны соңына дейін көрдім деп тайм-кодты қалдырсаңыз, мен қуанып қалушы едім. Қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.